1996 жылдың ақпан айының соңғы күндері. Күн ұясына қонған мезетте азамат В. қаланың сол жағалауында орналасқан жайма базарлардың біріне барып, бір шөлмек арақ алады да бөліп ішер бөтелкелес серік іздей бастайды. Құланның қасынуына мылтықтың басуы деп дөп келгендей оған құлқыны кеберсіп жүрген белгілі мекен тұрағы жоқ деген әйел жолыға кетеді. Әрі-бері әңгімеден соң екеуі жігіттің Строитель көшесіндегі үйіне қарай аяңдайды. Сорлы әйел өзін ажал жетектеп бара жатқанын қайдан білсін. Ол жігіттің ішімдікті шектен тыс көп ішкен сәтте ақылынан адасып, кісі етінен қуырдақ қуыратыннан бейхабар болатын. Көңіл көтеру үшін көлденең көк аттың соңына ілесіп жүре берді. Үйге кіре көк мойын шөлмекті көмекейге бөле қотарған соң түрлі әлем тапырық болып өзгерген В. әйелді төсекке алып ұрып қылғындыра бастайды. Қарулы қол қойсын ба, келіншек үзіліп жүре берді. Көзіне қан толған қаншер, мұнымен де қанағат тұтпай, келіншектің басын кесіп тастайды. Құтырған иттей қауырт қимылдаған В. мәйіттің оң жақ омырауын сылып алып, табаға қуырып қуырдақ жасап жейді. Кісі етін жеуге дәніккен қылмыскер тойып алған соң мәйіттің қалған денесін кейін керек болар деп ойлады ма, ауладағы моншаның іргесінен қазылған шұңқырға тастап, үстінен 6 шелек су құйып қатырып тастайды. Одан соң қылмыскер қылмыстың ізін жасыру үшін төсектегі төсенішті тығып, еденнің қанын кетіріп, қабырғаға шашыраған қан дақтарын жуып шайған. Көңілі орныққан соң таң ата өзі ем алып жүрген жүйке аурулар емханасына тайып тұрады. Кісі қаны жіберсін бе? Келесі түні ауруханада түнгі кезекшіліктегі медбике палаталарды аралап жүргенде ұйқысырап сандырақтап жатқан қылмыскердің айтқандарын естіп қалады да, күдіктеніп, естіген кезекші дәрігермен бөліседі. Ол дереу Семей облыстық кезекші бөліміне хабарлайды. Басқарма бастығы Маратқали Нүкенов осы істің анық-қанығын нақтылауды қылмысты іздеу басқармасы 3-ші бөлімнің бастығы майор Марат Демеуовке міндеттейді. Жолдасың соқыр болса бір көзіңді қыс дегендей, Марат сырқаттың бөлмесіне келіп, әртүрлі кәсіби әдістермен суыртпақтап сыр тартады. Қылмыскер заты жынды болса да, болған оқиға туралы қойылған сұрақтарға бұлталақтап, тура жауаптан жалтарып бағады. Секірер демекші, өз кінәсін жасырам деп отырған қылмыскер тәжірибелі із кесуші құрған торға қалай топ етіп түскенін сезбей қалады. Марат бірден темірді қызып тұрғанда құрышқа айландыру ниетінде әуезіп арнайы тергеу тобымен бірге күдіктінің үйін мұқият тексеруден өткізіп, еден сызатында қалған қан дақтарын, үй ішінен шыққан басқа да қылмысқа қатысты айғақ заттарды күдіктінің көзіне шұқып отырып көрсетіп, қаншердің бұлтаруына дәрмен қалдырмай мойындатады. Ол амалсыз мәйітті көмген жерін көрсетуге мәжбүр болады. Кеңес дәуірінде дүкендерде толып тұратын мұздатылған текше балықтар секілді мұз құрсауына оранған мәйіт 2 сағаттай ломдап отырып қазып алынады. Кісі етінен қуырдақ жасаған қылмыскер заң алдында тиісті жазасын алды. 1996 жылдың сәуір айының басы. 14 наурыз күні Лукачук деген әйел жайма базарда күндегі әдеті бойынша сауда жасап тұрған кезде ескі танысы Савченконы кездестіріп қалып, ел көшіп келгендей елпеңдейді. Үйіне қонаққа шақырады. Кешкісін ол қасына өзінің Гитис деген танысымен бірге Лукачукқа құдай қонаққа келеді. Олар ерлі-зайыпты Лукачуктар құшақ жая қарсы алады. Онсыз да ащы суда атасының асындай көріп жындануға әзер жүретін адамдарға өздеріне сай қонақ келсе, той қылмаса не қылсын. Қызып алған соң қарап отырсын ба? Олар енді 6 айлық қызы Анжеликаны көтере сала түнделетіп тағы бір таныстары Брыловтың үйіне келеді. Дастарханда басқа тамақ болмаса да 2 литр спирт ештеңені жоқтатпайды. Бір бұрышта қарны аш, жылай-жылай сілесі қатып бала жатыр. Спиртке тойып алып, әуелете ән салған шешесінің балада шаруасы шамалы. Олар түн ортасы ауа, тіске басар ештеңе қалмаған соң көшеге шығады да, қаңғып жүрген итті ұстап алып,
қоңыз сойып қуырдақ жейді. Сонан соң удаймас әйел қаннен қаперсіз ұйқыға кетеді. Таңертең басы мыңғы-дыңғы болып оянған әйел бөлмеден баласын таппай байбаламға басады. Балам жоқ, біреулер ұрлап кетті. Ол салып ұрып, Затон аудандық мемлекеттік тергеу комитетінің кезекші бөліміне арызданады. Кезекші шұғыл түрде милиция, мемлекеттік тергеу комитеті қызметкерлерін аяғынан тік тұрғызады. Дабыл жариялайды. Себебі бүлдіршін жоқ. Арнайы топ құрылып, барлық құқық органдарын осы жөнінде құлақтандырады. Қаланың шығар бағыттары жабылып, кезекшілік ұйымдастырылады. Барлық шатыр, жертөле, бала қолды болған мекеннің маңайына ішкі әскерді пайдалана отырып толықтай тексеру жүргізіледі. Бірақ осының бәрі далаға зая кеткен бос әурешілік болып шығады. Өйткені бала жоғалар сәтке дейінгі ана әрекетіне сараптама жасаған тергеушілер иіс салмас ана әрекетін түсінгенде түңіле бас шайқайды. Сөйтсе, санасын арақ улаған әйел баласының жылаған даусын естігісі келмей, қызып отырған сәтте ертеңге дейін сен алып кет деп ГИТИСке өзі табыс еткен көрінеді. Алақ отаң араққа бөгіп отырғандар арасында расында да баланың жай күйінің келісті болмайтынын пайымдаған аналарға қарағанда ақылы дүзік ГИТИС баланы бауырына баса өзімен бірге алып кетеді. Алайда ертесінде баласының артынан іздеп келер Лукачукты тоса-тоса сарғайған әйел 2 күннен соң Лукачуктың үйіне өзі келеді деп баланы анасына табыс етеді. Дүниедегі бар мейірім ананың аялы алақанынан тарайды дейміз. Ал ана мейірімін көрмеген баланың болашақтағы тағдыры не болмақ? Арақтың әлегі мен сәбиінің қайда қалғанын ұмытқан Лукачукқа не дерсін? 2003 жылдың тамыз айының ортасы. Затон полиция бөліміне бір бойжеткеннің ата-анасы өз қыздарының бір апта көлемінде үйде жоқ екендігі туралы арызданады. Кештеу арызданғандықтарын олар қызының өз қолы өз аузына жетіп есейгендігімен және таныс жолдастарыныкіне жиі қонып қалатындықтан жамандыққа жормағандығымен түсіндіреді. Арыз тіркелген соң іздеу жұмыстары қолға алынады. Әдетте жоғалған адамды табу жұмысындағы алғы шарт оның соңғы орнын нақтылау, көрген кісілерді табу. Осы бағытта қылмысты іздеу қызметкерлері жоғалған қыздың туған туыс, тамыр таныс, жора жолдастарын адақтап шығады. Көбі мардымды жауап бермейді. Із кесушілер сұрай келіп, қыз хабарсыз кетер түнгі картинаны нақтылайды. Ол сол күні қаладағы ашық акционерлік қоғамның бірінде қарауыл бастығы болып істейтін танысымен бірге үйден шығып, ішінде қыздың бауыры бар топпен ертіс жағасында демалыс ұйымдастырып, көңілді отырыстың куәгері болады. Кеш қарайған сәтте ол өзінің жоғарыдағы танысымен көпшіліктен бөлініп жеке кетеді. Содан кейін оны ешкім көрмейді. Суға батқандай зым-зия, құмға сіңген судай жым-жылыс. Тергеушілерге оның танысы біз біраз болған соң ол үйіне кеткен, білмеймін, көрмедім деп сазарып отырып алады. Алайда адам айласының қыр-сырына жете қанық полиция қызметкерлері оның бір бармағын бүгіп, өтірікті үзеңгі жолдас етіп отырғанын сезіп, із кескен аңшыдай оның соңына түседі. Әртүрлі тергеу, іздеу амалдарын жүзеге асырып, ақыры шым астында жатқан жауын құрттай шындықты айтпасына қоймайды. Ол сол бір көңілді отырыстан бөлініп шыққан соң бойжеткенді Мирный аумағындағы әке-шешесінің саяжайына алып келеді. Саяжайда олар тағы бір шөлмек жеңіл шарап ішкен соң сонда қонып қалады. Табиғат тарту еткен ынтызарлық олардың төсекте бастарын түйістіреді. Түн тамашасына тояттаған сабаз таңғы ұйқы тамаша демекші қаперсіз қалың ұйқыға кетеді. Онымен қоса асыра ішкен ішімдік адамды өрмекшінің шым-шытырық торына шырмалған шыбындай ететіні белгілі ғой. Таң қылаң бере келе жатқан кезде тілі аузына сыймай кеберсіп оянған жігіт қасында жатқан арудың оның киімдерінің қалталарын ақтарып ақша іздеп жүргендей болып көрінеді. Ашуына ерік берген ол: "Сен не? Көртышқандық жасаудасың. Менің қалтамнан ақша қақшымақсың?"
деп атып тұрып қызды төмпештей жөнеледі. Тегеурінді соққының тезіне шыдамай шалқалай құлаған қыздың үстіне түлкіге бүркіттей шүйліге отып, оны екі қолымен мойнынан қылғындырып өлтірген ол мәйітті саяжай ауласына жеміс-жидек егілген жерден бос ашық алаңқайды қазып көмеді де түк болмағандай қалаға қайтып келеді. Артынан жасаған қылмысы ашылып тергеушімен бірге мәйітті көмген жерді көрсетуге келген сәтте оның туған анасы қаншама уақыт мәйітті басып жүргем деп талып қалады. Ол шімірікпеді де. 2003 жыл қыркүйектің екінші жартысы. Затон полиция бөлімінің қылмысты іздеу қызметкеріне тамыз айының ортасында Дулатов көшесінің бойындағы бір үйде кісі өлімі болды деген сыбыс жетеді. Жіті бағалай, нақ саралай келгенде аталмыш дақпырттың негізі бар тәрізді. Өйткені осы үйдің қожайыны көптен бері ел көзіне түспеген көрінеді. Бұл үйде тұратын адамдар зерттей келе, қылмысты ашу қызметкерлері мынаны анықтайды. Үй иесі кейінгі уақытта бұрын Лодочная көшесінде тұрған әйелмен көңіл қосып, екі жарты бір бүтін болып, өз үйін сатқан әйелді бұрын сотты болған ұлымен бірге кіргізіп алған екен. Сол қайғылы оқиға болатын күні 53 жастағы үй иесі әйелдің ұлымен бірге ішімдік ішіп отырғанын көріп, екеуі керісіп қалады. Осы жанжал кезінде жас жігіт үй иесін ұрып құлатады да қылғындыра бастайды. Шал есеңгіреп, әлі келгенше қарсыласып жатқанда ит үріп, біреулердің келгенінен хабар береді. Сасқалақтаған Евгений талықсып жатқан шалды көтеріп алып, ауладағы ескі моншаның ішіне жасырады да келген қонақтармен бір сағаттай отырып арақ ішеді. Оларды шығарып салған соң қайыра келсе, шал жан тәсілім етіпті. Қара терге түскен ол үй ауласынан 1 метрдей тереңдікте жер қазып, мәйітті көміп тастайды. Қылмысты іздеу қызметкерлері өзінің өгей әкесінің қайда екенін білмейтін айтып азарда безер болады. Жігіттің анасы да ауыр науқастың салдарынан қыркүйектің 10-да көз жұмғанды. Не болса да бар пәлеу осы өгей баладан келген топшылаған оперативтік қызметкерлер ақыры оған қылмысын мойындатады. Неге кісі қанын мойнына жүктедің, өлтірмесіңе болмады ма деген тергеушіге, ол ұдайым менің анаммен ұрсатын, ішіп алса болды, үйден шығыңдар, бұл менің үйім деп мазамызды алатын. Сол күні ашудан не істеп, не қойғаныма есеп бере алмадым деп ақталғанды. Міне осындай болмашы себептермен адамдарды жарық дүниемен қоштастырған қылмыстарды екшелегенде байқалатыны адамзат баласының асқан қатыгездік пен айуандық танытқаны ойлантады. Жасалған қылмыстардың көбі осы тұрғылас. Кеңестік кезеңде егер бір кісі өлімі жүзеге асса, ол облыстық, қала берді республикалық деңгейдегі ЧП болып саналатын. Қазір адам өлтіру шыбын өлтірумен деңгейлесті. Етіміз өліп қалды. Қасқыр екеш қасқыр да орынсыз қас қылмайды десек, жоғарыдағы оқиғаларды неге жоруға болады?